Мынау енді ұятты болса да кішкене айтып өтейін. Мына ерлі зайыптылардың арасындағы мына құпия мәселелерді, өздеріңіз біліп жатсыз, құпия мәселелерді ол сыртқа шығару өте ауыр күнә. Өте ауыр күнә. Сол нәрседен сақтану керек. Кейбір адамдар болады, субханалла, әйелмен жасаған мәмілелерін жаңа түнде, немесе кейбір әйелдер болады, күйеуімен жасаған мәмілелерін сыртқа айтып жатады. Ол өте құпия нәрсе, ол нәрсені сыртқа шығаруға болмайды. Ол нәрсе өте ауыр қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Фала тафалу, фа иннама мислу залика мислу шайтан, лақия шайтанатан фи тариқин, фа гашияха ван насу янзурун" деген Ахмад риуаят еткен хадисте. Ондай сырларды сыртқа жаймаңдар, сыртқа шығармаңдар. Ондай адамдардың мысалы бір шайтанға кезіккен екінші бір шайтан секілді. Ол шайтан жаңағы екеуі жаңағы құпия істі істеп жатқан кезде адамдардың барлығы сырттай қарап тұрған шайтанның мысалы сияқты деп өте ауыр мысалмен сипаттаған. Сол үшін ондай сырды да өзге адамға айтпау керек.